Бүгін жаңбырлы күндердің бірі еді. Түнге таман мен достарыммен кинотеатрдан шығып үйлерімізге қайтып бара жатырмыз. Түн болған соң үшеуміз қорқынышты фильм көрдік. Мен мұндай фильмдерге үйреніп қалғандықтан аса қатты қорықпадым. Бірақ маған Есет пен Дина қорқып кеткендей көрінді. Сондықтан да мен оларды одан сайын қорқынышты әңгімелер айтып қорқытқым келді. Мен әңгімемді мектеп астындағы қыздың елесі туралы ойластырдым. Солай мектептің қасына жақындаған кезде әңгімемді айта бастадым. Білесіңдер ме, осыдан 30 жыл бұрын осы мектеп салынып жатырғанда кішкентай қыз ойнап жүретін. Өйткені оның әкесі ішімдікке салынып анасын ұратындықтан қыз мектептің қасына жиі келіп ойнайтын. Кешке таман қыз үлкен шұңқырға түсіп кетеді. Қыз түнге дейін қанша айқайласа да ешкім естімеген. Ең сорақысы, құрылысшылар түнге дейін жұмыс жасап, әлгі қыз түсіп кеткен шұңқырға бетон құйып тастайды. Құрылғылардың даусы тым қатты болғандықтан қыздың даусын мүлдем естімей қалған. Сол түннен бастап қыздың елесі құтқарыңдар деп айқайлайды екен. Әңгіме басталмай жатып, Есет қорқып әңгімені айтпауымды сұрады. Ал мен болсам, бұл жай ғана ертегі ғой, қорқатын ештеңесі жоқ. Кенеттен мектеп жақтан кішкентай қыздың жылап жатырған даусы шықты. Мен мектептің ауласына кірдім. Ал екеуі кірмей мені күтіп тұрамыз деді. Мектептің ішіне кіретін есікті ашайын деп жатыр едім. Қара мысық жүгіріп шықты. Сәлден соң есіктің қасындағы подвалдан тарсылдаған дыбыстар шықты. Үшеуміз де сескеніп қалдық. Маған қызық болғандықтан мен астына түскім келді. Есет пен Дина маған түспеші деп жалынды. Мен оларды тыңдамай фонарымды жағып астыға түстім. Амалдары қалмаған екеуі болса менің артымнан еріп, олар да астына түсті. Подвалдың іші қап-қараңғы және жерде толған тышқандар қаптап жүр. Алдыға жүріп қабырғада жабысып тұрған кішкентай есік секілді нәрсеге тап болдық. Ішін ашып едік, ар жағында тағы да бөлме бар екен. Маған одан сайын қызық болып кетті және солай мен ар жағына өттім. Ал екі досым қорқып ар жаққа өте алмады. Қараңғыдан жағатын жарықты тауып алып жақтым. Бөлмеде сөнендеп тұрған жарық жағылды. Жарық болған соң мен айналаны қарап бұрышта отырып жылап отырған кішкентай қызды көрдім. Мүмкін емес, бұл оқиғаны ойымнан шығарған сияқты едім деп ойландым. Жақындап қарасам ұйықтап жатқандай. Мен қасына жақындап түртіп едім, оның оң қолы жоқ болып шықты. Кенеттен ол оянып кетіп маған тиіспеші деп қатты айқайлай бастады. Мен дереу түрде полиция шақырдым. Арада 2 сағат өтіп, әлгі қыз бұл жерге қалай тап болғанын айтып берді. Мен мектеп жанында серуендеп жүргенмін. Сол кезде кішкентай қыз шығып, мектеп подвалына мысығым түсіп кетті, алып беруімді сұрады. Мен өкінішке орай келістім. Бірақ ол адам емес болып шықты. Ол шайтан секілді мақұлық. Ол мені алдап подвалға түсіріп, менің қолымды жұлып алды және қамап кетті. Бұл түсініксіз оқиға болғандықтан полиция қызды психбольницаға жіберді. Ал бізге болған оқиға туралы ешкімге айтпауымызды сұрады.